менің просто жүрегім босап жатыр да просто. Жаңа таныс қызым екінші тұрмысқа шықты, 2 баласымен. Енді екінші күйеуі баласына, өз баласындай прям мындай күшті қарайды. Мен айтпаймын, еңбек жылдан жаман қарайды деп, просто бірандай еркелету, бір все равно басқа күйеуден балаң болғаннан кейін көңілің андай болады да, қарап тұрасың да, балаңа қалай қарайды екен деген сияқты. Каждый затты көңіліме аламын. Өзім де әкесі өскеннен кейін баламды жүрегім қатты ауырады. Прям өзінің әкесі Ерасылдың Алматыда тұрып бір келіп, өзінің әкесі осы Алматыда тұрады. Білмеймін, соңғы рет мен араласуларына вообще қарсы емеспін. Наоборот, әкесінің махаббатын алсыншы, хотя бы өзінің әкесін деп ойлаймын да. Бірақ мына тұрған Алматыдан, білмеймін, күзде бір рет бір күнге алған. Одан кейін не хабарласпайды, не алмайды, хотя бы бір әкелік мейірім беріп, балаға все равно керек қой. Қазір мынандай, енді қазір өсіп келе жатқан кезде Ерасыл барлығын замечать етті. Он никогда ешкімді жамандамайды, ол просто андай көңіл, внимание требовать етіп тұрады, барып құшақтап. Өзі всегда андай неді, любви обильный бала да, негізі ешкімге жаманшылық жоқ қой. Өзімен өзі жүрген. Білмеймін, балама біреу бірдеңке десе мен жүрегім қатты ауырады прям. Баспаппын ғой. Ақтөре келді ортамызға. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар Зухраны оқырмандар, мен сестрам ғой, білесіздер. Қалайсың? Оқырмандардың сұрақтары бір шығар, Ақтөре қалай деп. Алла қаласа үйленем. Да? Зухра тойда жүреді, қызметте. Я? Бұйырса өлеңді айтып барам. Әні. Міндетті түрде. Не болды ана жақта? Не болды? Не қалдың, шаман болды. Не болды? Айбатшы. Интрига бітпейтін болды. Мама, Давайте, аман. жаным, міне хамон. Тамам, братишкам мен, давай. Бәріміз жиналып қалдық. Тройничка. Великолепная тройка. Ассалаумағалейкум. Кезінде біз айырдық қой, натура, мойындау керек. Екеуді үйленіп алған, мен ғана қалдым, кішкентай баламыз. Білмеймін, араласпай кетті өзі. Үйленем Алла қаласа. Қарындастармен араласады. Мен үйлендіріп жүрген осы, біле. Болған қарындастармен араласады. Қоқ айтайын ба? Үйлен, артынан мен барам деп мынау құртқан. Вот, мынау да әке болайын деп жатыр. Кезінде жүруші еді, ой, пацан еді ғой, пацан Күшті еді. сезім. Бірақ әлі түсіне алмай жатырмын осы сезімді. Соған жаңа көп рет. Қараңыздаршы, хамо бұрын кішкентай апарық еді, қазір деген. Мына жерін сопляқты. Қазір жап-жалпақ жігіт қой, еркек қой уже, мә. Қалай өмір өзгеріп қартайып жатыр. Иә, мә. Заты әжем қартайып жатыр. Соған да шүкір. Жап-жаспыз ғой біз әлі. Отпыз ғой, ботаға қарағанда отпыз ғой біз әлі. Бота ғой. Ой, бота 22-де ғой, үлпілдес. Өзіне көп алғанда басқа ештеңе білмейді. Ақша туралы айтып жатыр екен. Көрші еді жақта. Міне барлық әңгімелерді айтып тұр. Кетті ма? Бір нәрсеге барам дейді. Ты знаешь кнопки, где нажимать? Видеоға түсіріп тұрса бакасы түсірмей тұр екен ғой. Ерасыл пакеттерді көтеріп көмектесіп маған. Жанымның астындағы пакетті көтеріп келді. Қазір мамамдардікіне барам, по делам. Я қарай дизайнермен кездесу керек, өйткені бүгін уже есіктер вроде шығу керек, қазір звондаймын. Сол такси күтіп тұрмыз. Келе жатыр таксиміз. Погода нормальная. Нормальная? Да, но что-то серое. Жаным менің ақылдым. Сол қазір жұмыстардың барлығын бітіру керек. Ерасыл бер тұр. Енешкам бүгін үйіне кеткен. Ертең қайтып келеміз деп, бүгін жұмыстарым бар деп, сонымен өзіміз біз бала шағамен баламды көтеріп алып сүйреп екі баланы екі жақтан. Ал. Бірінші мен лучше ботаға Funky Worldқа барайық. Барыңдар. Менен ойын туралы сұрап жатқан адамдар көп. Зухра жаңа дизайнерға барғаным, ол кешегі сторисім. Кеше сторис салмаппын ғой, кеше дизайнермен түнгі сағат 11-ге дейін отырдық. Ваннаны последний штрихтарын барлығын почти бітірдік. Чуть-чуть бір енді бүйтіп енді процессе жасалатын заттар бар, ол нететін
Бүгіндікке енді завтрак дайындап жатырмын. Ерасыл екеумізге омлет. Ерасыл мен омлетімді жаман жақсы көреді. Е, жаным? Да. Көшекті төсегіңді жинайсың ба? Жина төсегіңді. Всем хорошего дня. Бүгін бір-екі видео түсірейік деп жатырмыз. Бұйырса, қазір кішкене қолымыз босасын. Енешкам келу керек бүгін. Келгеннен кейін жұмыстарды бітіріп, ертең тағы бір жерге барамыз. В общем, жұмыстар көп алдыда. Қазір еще үйдің есігін сөйлесу керек, есік келе жатыр екен ау. Через сколько минут будет готова еда? Почти уже готова. Төсегіңді жинай берсең. Қалайсыз, Айдана? Көңіл күйіңіз бәрі күшті сияқты. Маникюрға ақша беруші. Öyle? Маникюр жаспай. Ha, неге? Айдана аксессуарлар жақсы көреді. Күшті аксессуарлар алып беріңіз. Болды ма, хотелкаларыңыз бітті ма? Қалай ойлайсыз, Айдана, адам өзгерген ба, заман өзгерген ба? Адам өзгерген. Заман өзгермейді ғой. Заман сол қалпында тұрады, адамдар өзгереді. Адамдардың ниеті, пиғылы, түсініктері. Сол сіздің таныстықта жүрген жаныңыз бізде бір адамды ескі заманнан типа қалып кеткен ғой деп айтты да. Сіз қалай ойлайсыз, өзіңіз қай заманның адамысыз? Мен осы заманның адамымын деп ойлаймын. Мәселе Жаңа заманның ба? Ол деген ше. Бақыты батса иә. Не айтып жатыр еді? Қай заманның адамы? Мен былай айтамын, мен 50/50-пін деп. Мен қазақи тәрбиені де кәдімгі қолдайтын адаммын, бірақ дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді ғой. Қазіргі заманға келетін, мысалы, өте қатты ескіріп, бір қараңғы бір нелер де бар ғой. Ал тәрбиені заманға бөлу мүмкін ба? Дұрыс па, типа? Тәрбиені? Иә. Мүмкін. Мүмкін ба? Қазір өсіп келе жатқандардың, білмеймін, түсініктері бәрі басқаша ғой. Тәрбиесі басқа ма? Тәрбиелері басқаша ғой. Олар мысалы ойларын ашық айта алады деген сияқты. Кішкентайлар. Мысалы біз мектеп кезінде апайларымыз өйтіп айтамайтын ғой. Ұят деген сияқты үлкен кісілерден ұялып, қазіргілерде ондай жоқ қой. Это личное пространство деп қазір оқушыларымыз маған мысалы солай айтады. Ең кішкентай оқушылар. Сосын ойланамын, өзгерген деп ше. По-любому. Демек, қазір жігітпен басқа жаққа қыдыру норма. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі керемет эфирді көру үшін астына сілтемеге өтіңіздер. Бүгін бізде қызық жайттар орын алайын деп тұр. Айгүл мен Тәуіржанның таныстығы қалай өруде барлығын бүгінгі эфирден көре аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар.